Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұмсақ болып шығатын, бір жасағаннан оңай жасалынатын құймақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Толықтай видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге бөлме температурасындағы айран қажет болады. Соған бір шай қасық ас содамызды салып, жақсылап араластырып қойып қоятын боламыз. Екеуі осы уақытта реакцияға түсетін болады. Одан кейін бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқа да бөлме температурасында болуы қажет. Одан кейін жарты шай қасық тұзымызды және де қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне айранымызды қосамыз. Айранымызды толықтай салып, барлығын жақсылап тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды шетінен салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Бізде қою қоймалжың масса пайда болады. Одан кейін оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Тағы да массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырып алатын боласыздар. Одан кейін оның үстіне сұйық майымызды құямыз. Бізде сұйық масса пайда болу керек. Егер де сіздерде қою болса, тағы да үстінен ыстық су құйсаңыздар болады. Қызып тұрған табамызға құйып, құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.